Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің осы аптадағы ең жақсы жаңалыққа влогымызды арнап отырмыз. Ең басты жаңалық деп айтайын, ол Apple компаниясының өзінің iPhone 12-нің презентациясы өткен жайлы. Introducing iPhone 12. 13 қазан күні Apple компаниясы жылдағыдай дәстүрге айналған өзінің үлкен презентациясын жасады. Бұл жолғы презентацияда HomePod mini'ден бастап, сосын өзіміздің көптен күткен iPhone 12 және iPhone 12 Pro Max телефондарына жақсы, детальды шоу жасап өтті. Барлығымыз соны қарадық, соған арнаған біздің бүгін кішігірім реакциямыз. HomePod mini әрине қызықты нәрсе, пайдалы нәрсе. Apple компаниясының жасаған экосистемасының бірден бір маңызды мүшелерінің бірі. Бүгінгі видеода оған концентрация жасамай, iPhone-ға көбірек уақыт бөлеміз. Сонымен iPhone 12. Apple компаниясы айтады, iPhone 12 iPhone 11-ден әлде қайда мықтырақ дейді. Ең бірінші мәселесі ол оның дисплейі. Super Retina XDR дисплейі оның алдында болған дисплейлерден 4 есе мықтырақ деп уәде береді. Яғни құлаған кезде оның сынуы 4 есе ықтималдылығы азырақ. Бұл мәселе өте маңызды деп ойлаймын, өйткені телефонның қалтаңнан түсіп кеткен кезде, денең түршіккен кезде телефонды алып қарап, сынбағанын көрсең өте қатты қуанасың. Оның үстіне қымбат тұратын iPhone-ның сынбаса, әрине одан бетер қуанасың. Әрі қарай кеттік. 5G әлемдегі смартфондардың арасындағы ең тез жұмыс жасайтын соңғы процессор және қимылдағанда да, судың астында да, немесе қараңғы кезде де жақсы түсіре алатын фото-видео камера. 5G-ға келетін болсақ, әрине бұл ең соңғы технологиялардың бірі. Алайда ақш елдерінің өзінде 5G соншалықты қатты дамымаған. Енді болжаммен ойлап қарасақ, келер 4-5 жылда Американың өзінде барлық жерге 5G тараса, сол жерде iPhone 12-ні қолдануға болады. Ал енді біздің елдерде ол қашан келетіні әлі әрине белгісіз. Сондықтан да менің телефоным 5G технологиясына сай келеді деп тек қана мақтанып қана қойға болады. Фото мен видео түсіру және редактураға келетін болсақ, міне барлығымыз қолданатын телефондағы параметр осы. Apple компаниясының айтуы бойынша, соңғы технологиямен жасалынған стабилизацияның арқасында жаңа iPhone қандай қимылда болмасын түсірілген видеоны әдемі қылып шығарып бере алады. Және соңғы технологиямен жасалынған камералардың арқасында жарық нашар болса да, тұнық түстері мол картинаны сізге бере алады. Бұған әрине ду қол шапалақтап қуанып қойға болады, өйткені телефондағы камераға біз өте көп сурет пен видео түсіреміз деп есептеймін. Жарайды, бұған дейін айтқан параметрлардың барлығын басқа өндірушілер осылай немесе басқаша істеп те үлгерген шығар. Бірақ келесі айтатын нәрсемізді мен басқа телефондардан бұрын соңды естіп көрген жоқпын. Ол MagSafe. Енді жаңа iPhone-ның аксессуарларын қолдану алдындағыдан да оңайырақ болады. Өйткені олардың барлығы шеңбер пішінінде келген iPhone-ның артында орналасқан магнитке жабысып қалатын болады. Мысалға, сымсыз қуаттағышты бұған дейін қуаттағыштың үстіне сәл қисық қойғаныңызда мүлдем қуаттамай немесе жай қуаттау мүмкін еді. Ал енді MagSafe-тің арқасында қуаттағыштың үстіне қойған кезде ол автоматты түрде өзіне керекті жағына қарай магнит арқылы тартып алатын болады. Сондықтан да дұрыс қойдым ба, жоқ, дұрыс емес қойдым ба деп уайымдаудың қажеті жоқ болады. Презентацияның өзіне келетін болсақ, әр жылы Apple әртүрлі презентация жасайды. Биыл енді 2020 жыл болғаннан кейін презентацияда адамдардың өздері ешкім болған жоқ. Бұл алдын ала жазылған өте керемет қызықты видео болды. Оның бірі Лиса ханым Apple компаниясының бір ғимараттарының үстінде тұрып, осы компанияның табиғатты қорғау мәселесіндегі жасап жатқан қадамдар туралы айтып өтті. Бұл қадамдардың салдары, дұрысырақ айтқанда нәтижесі десек болады. Жаңа iPhone сатып алған кезде қораптың ішінде оның қуаттағышы болмайды. Естеріңізде болса, Apple компаниясы алғашқы болып құлаққаптарды алып тастап еді.
Енді міне тағы да бір қадам. Сол кезде басқа өндірушілер бәлкім күлген еді, алайда шынтуайтына келген кезде басқа өндірушілер жаймен сол қадамдарды артынша қайталап келе жатыр. Өзімнің кішкентай ғана болжамды айтып көрейін. Менің ойымша, болашақта телефондарда, нақтырақ айтсақ, iPhone-да қуаттағыш ұяшығы болмайтын шығар деп ойлаймын. Яғни USB немесе Type-C порт деген нәрседе болмайды. Телефондардың барлығы сымсыз қуаттау тәсіліне көшіп кетеді деп ойлаймын. Үйде болсын, көлікте болсын, жұмыста болсын, тіпті жұмыс үстелінде немесе ресторандардағы столдардың үстінде сымсыз қуаттау аксессуарлары пайда болуы мүмкін. Бұл әрине менің жеке пікірім. Осы презентацияны көріп отқан кезде мен бір нәрсені байқадым. Apple компаниясы өзінің өнімдерін көрсетіп жатқан кезде Artificial Intelligence деген сөзді, деген терминді мүлдем қолданған жоқ. Басқа өндірушілер өздерінің рекламаларында немесе өнімдерінің өздеріне AI, яғни Artificial Intelligence деп жазып жарысып жатады. Ал Apple компаниясы болса оның орнына Computational Photography немесе Computational Videography деп жазып жатыр. Бұның себебі қазіргі таңда әлемде жасанды интеллект соншалықты дамымағандықтан және оған тұтынушылардың сенімі аз болғандықтан болуы мүмкін. Шынын айтатын болсақ, қандай телефонды алсаң, артында жасанды интеллект камера деп жазып тұрғанның камерасын қосып қалсаң, кішкене ыңғайсыздықтарды туындырады. Apple компаниясы өзінің өнімдерінде аяғына дейін дамымаған, тұтынушыларға қолайсыздық келтіретін технологияларды қолданбайтын болғандықтан, біз бұл сөздерді, бұл технологияны жаңа iPhone-да көрген жоқпыз деп ойлаймын. Енді құрметті достар, бұл видеомен біз сізді барлығын тастап iPhone 12-ні барып алыңыз деген үгіттеуіміз емес. Мен жеке басым Apple компаниясын өте қатты құрметтеймін. Өйткені олардың өздерінің өнімдерінің подачасы, яғни рекламасы өте мықты. Бұған дейін мен өзінің өнімдерін осындай әдемілеп, тіпті кино түсіріп реклама жасаған компанияны көрген емеспін. Бұл бірінші. Ал екіншіден, өнімді біз қолданған кезде шынында жоғарғы сапалы, тұтынушылардың қолдануға ыңғайлы екенін шынында көреміз. Ал үшіншіден, Apple компаниясы трендтердің флагманы деп айтуға болады. Жоғарыда бірнеше мысал келтіріп кеттім. Apple компаниясы жасаған технологияларды кейбір компаниялар 2-3 жылдан кейін жасап жатады. Жарайды, iPhone туралы айттық, Apple туралы айттық, бірақ ең өзекті мәселе жаңа iPhone қанша тұратын болады. iPhone ешқашан арзан болған емес. Қымбат модельдері де бар, орташа санаттағы модельдері де бар. Ал биыл Apple компаниясы орташа бағадағы сегментті алу үшін iPhone 12 mini телефонын шығарды. Бұл үшін өте қуанып қоюға болады, өйткені iPhone ұстағысы келетін, бірақ қымбат телефонға бюджеті жетпейтін біраз адамдардың iPhone-ға қол жетуге мүмкіншілігі туатын болды. Десек те, құрметті достар, қорытындылай келе, егер iPhone-ды ала алмай қалсаңыз, өкініп, көңіл күйіңіз түсіп жүрмесін. Өйткені ең жақсы телефон дәл қазір қолыңыздағы телефон. Сондықтан да қазіргі ең басты мәселе iPhone емес, астыңызда Toyota Camry 70 және Астананың қақ ортасында 3 бөлмелі пәтеріңіз болса болды. Бүгін сіздермен болған Дәурен Жасхан, осымен біз аяқтаймыз. Келесі эпизодта жолыққанша сау болыңыздар.